Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат, құрметті көпшілік. Мешіттен аяқ киім ұрлайтындар азаймай тұр қазір. Мына бір оңбағанды танитын болсаңыздар, хабарын берсеңіздер. Мынау бұл аяқ киім постоянно ұрлап жүрген жігіт сияқты, үнемі. Қазір қосайын. Видеоны барынша таратсаңыздар, сосын таныстар болып қалса, бір тәрбие көрмеген, әке-шешесінің тәрбиесін көрмеген осындай бір оңбағандар көбейіп бара жатыр. Міне бүгін 2022 жылдың 11 айдың 12-сі, қарашаның 12-сі. Келеді міне. Таңертең сағат 9-дан 15 кетті. Өзі аяқ киімі бар. Мешіттің ішіне кіріп, кілемді басып, асықпай беймарал аяқ киім қарап отыр. Менің аяқ киімімді біреуін алып көрді, мен біреуін аяққа тығып қойғам, осылардан қорқып. Соны іздеп тауып алып, көріп, размері келмегеннен кейін басқа біреудің аяқ киімін киіп кетті. Асық көресіздер. 9-дан 16 кетті сағат, 22 жыл, қарашаның 12-сі. Мен аяқ киімді алып, біреуін тауып келді аяқтан, екеуіне қойды, киіп көріп отыр. Тура келмеді, размері қысқа болды, 41-ші размер. Тастады болмағандай. Сөйтіп, Мадияр деген бауырымыздың кроссовкасын алып киіп көрді. Әдемі түсті аяққа, ровны. Тура келеді екен, өзінің сасып кеткен жаман аяқ киімді тастады, мен аяқ киімді қойды. Тағы да сонда да көресілайды, тағы да бір қымбаттау аяқ киім бар ма екен деп көріп отыр. Бұны киіп көрді. Осындай бір жетесіз, оңбаған адамдар көбейіп бара жатыр. Кетті.